Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін 8-ші сынып Алматы кітап баспасындағы while тақырыбындағы тапсырмаларды талдап бастаймыз. Бірінші тапсырма, бірінші есебі n натурал саны берілген, сол санның цифрларының көбейтіндісін табатын блок схема құрастыр, есептің программа кодын жаз дейді. Бізге мысалымен нәтижесі берілген, оны біз while операторы арқылы шығаратын болсақ, бізде мынандай программа шығады. Бірінші, бізге қандай да бір n натурал сан берілген, сол сандардың көбейтіндісін экранға шығаруымыз керек. Яғни, бұл жерде 4582 деген санның барлық цифрларын көбейткен кезде 320 деген сан шығып тұр. Бірінші біз көбейтінді s деген айнымалымен аламыз, алғашқы мәнін 1 деп аламыз, өйткені кез келген санға 1-ді көбейткенде сол санның өзі шығады. Және n натурал санымызды енгіземіз, келесі while операторымыз жазамыз. Бұл жерде n 0-ге тең емес деп аламыз, сол кезде ғана біздің циклымыз жүреді. Келесі, қандай да бір k деген айнымалыға осы n натурал санның соңғы цифрларының 10-ға бөлгендегі соңғы цифрларын алып отырамыз. Біз мынаны алдыңғы сабақтарда да біз есеп шығару барысында қолдандық. Және солардың көбейтіндісін шығаратын мына формуланы жазамыз. Және соңында мына жолды міндетті түрде жазамыз. Өйткені біз алған n натурал санымыздың соңғы цифрын алғаннан кейін қайтадан циклды жалғастыратын осы жол. Одан кейін біз экранға s-ті шығаруымыз керек. Енді осы программаның орындалысын жіберейік. Бізде мысалы кітап бойынша бізде 4582 деген сан беруіміз керек. Бізде 320 деген нәтижені шығарып тұр. Осы менен бірінші есептің нәтижесі шықты. Енді келесі есепті қараймыз. Екінші есепте n натурал саны берілген, сол санның неше таңбалы сан екенін анықтайтын блок схема құрып, программа кодын жаз дейді. Біз бірінші программа кодын жазайық. Біз алдыңғы мысалы тестісінде қарайтын болсақ, мына жердегі сандардың неше таңбалы сан екенін анықтауымыз керек. Мына жерде мысалы қазір 7 таңбалы сан тұр, нәтижеде 7 деген сан шығу керек. Біз жалпы цикл деген тақырыпты өткенде де білеміз, өтіп жатырмыз, білеміз. Қанша цифр болса, цикл сонша рет жүреді, яғни сонша рет айналады. Енді біз бар болғаны осы программамызды өзгертеміз. Мына жердегі формуланы өзгертеміз. S қосылған 1 десек болды. Және S-тің мәнін, алғашқы мәнін біз 0 деп аламыз. Екінші есептің нәтижесін қарайық. Біз қарайтын болсақ, біз кітаптағы мысалы салайық. 836, 1270. Бізде экранда 7 деген сан шығып тұр. Осымен екінші есептің нәтижесін алдық. Енді келесі үшінші есепті қарастырайық. Үшінші есеп n натурал сан берілген, сол санның цифрларының арасындағы ең үлкенін табатын блок схема құр, есептің программа кодын жаз дейді. Бізде мына жерде бірнеше сан берілген, қазір беріліп тұрған сандардың ішіндегі ең үлкені 9. Нәтижеге бізге 9 шығару керек. Енді осыны шығарып көрейік. Біз алдыңғы программамызды өзгертетін болсақ, сандардың цифрларын бөліп ала аламыз. Ал егер оның ішіндегі үлкен цифрасын анықтау керек болса, онда былай шығарамыз. Бізде ол ең соңғы цифр k-да тұр. Мына жерде былай өзгертеміз. Егер k деген санымызды біз салыстырсақ s пенен деп шарт алып аламыз. Және ол кезде бізге s меншіктейді
k-ны. Және бізге нәтижесіне бізге s-ті шығаруымыз керек. Бұл жерде бірінші k өзін k-ның орнында мысалы ең бірінші тұрған сан бізде 7 деген сан болатын болса, ол s-тің ең бірінші мәні 0 менен салыстырылады. Егер шарт орындалмаса, келесі санға көшеді. Дәл осылай цикл жалғасып отырады. Енді осы есептің нәтижесін көрейік. Бізде кітап бойынша 7, 0, 85, 69, 54. Бізде нәтиже 9 деген санды шығарып тұр. Осымен үшінші есептің нәтижесін алдық. Келесі бізде 4-ші есеп. Берілген программа кодын талда. Программа жұмысын аяқтағанда экранға қандай нәтиже береді дейді. Бұл жерде программаны қарайтын болсақ, яғни цифрларды бөліп алған және соны экранға шығарған, және бір жолға шығарған end тең болады. Шығаратын сандарымыз бір жолда тұрады. Және цикл жалғасып жатыр. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, k, яғни x деген натурал сандардың ішінен k деген сандарды бөліп алады, 10-ға бөлгендегі қалдығын. Бұл бізде, мысалы, 1, 2, 3 деген сан болатын болса, бұның ең бірінші 3 деген санын алады. Одан кейін 2 деген санын алады, одан кейін 1 деген санын алады. Демек, мына программадан экранға сандардың кері ретпен шығарады. Келесі екінші программаны көрейік. Бұл жерде цикл жалғасқан және бұл жерде өзгерген, x-ті 2-ге бөлгендегі қалдығын алған. Яғни біз бұрыннан білеміз, санды 2-ге бөлсек және оның қалдықтары бізде екілік санау жүйесін беретінін білеміз. Кез келген санды 2-ге бөліп және оның қалдықтарын теріп жазатын болсақ, кері ретпен, онда бізде ол екілік санау жүйесі болады. Демек, кез келген натурал санды екілік санау жүйесіне ауыстыратын бағдарлама екен. Келесі үй тапсырмасындағы есепті қарастырайық. n натурал саны берілген, сол санда неше тақ цифр бар, соның программа кодын жазуымыз керек. Мысалы, бізде мынандай сандар берілген, осының ішінде неше тақ цифр бар. Қазір 1, 2, 3, 4, 5 деген тақ цифрлар саны бар, біз осыны шығаруымыз керек. Енді алдыңғы программа кодын өзгертетін болсақ, мына жерде біз шартты өзгертейік. Шартты өзгертіп, біз k-ны 2-ге бөлгендегі саны тең болса 1-ге, яғни тақ санға тексертейік, онда бізде нәтиже санап отыру керек. Нәтижені сол s тең болады, s қосылған 1 дейміз. Және нәтижеге s-ті шығарамыз. Енді осы программаны жіберіп көрейік нәтижесін. Мысалы, 38, 57, 455 деген сан берілген. Бізде нәтижесінде 5 деген санды алды. Және кітаптағыдай нәтиже болды. Осымен while операторы арқылы шығаратын барлық есептердің нәтижелері осылай алынады.